компаниясы ұсынады. Астана қаласының әкімдігінің тапсырысы бойынша. Астана. Ертеңіме сенем. 10-шы қадам. Астананың жасыл белдеу үшін 1 миллион ағаш. Міне нағыз байлық осы. Ағаш отырғызамыз, тыныстаймыз. Демек, өмір сүреміз. Егер мен бір ағаш отырғызсам, онда ол ісім кішкентай ма әлде үлкен іс пе? Әрине үлкен іс. Өзің ойлап қарашы. Егер Қазақстанда неше миллион халық бар, солар әрқайсысы бір көшеттен отырғызса, онда біз жасыл желекке малынып қалмаймыз ба? Сөйтіп бәріміз бірге ұлы іс атқармаймыз ба? Қандай ғажап, о алақай! Әрбір ағаш шексіз байлық. Ол болашақ ұрпақтың игілігі. Мен осы Астана орманы мекемесінде 5-ші жыл жұмыс істеймін. Ағаштар өседі. Онымен қоса, мұнда жеміс-жидектен смородина, вишня, рябина өсіріледі. Біздің енді басты міндетіміз осы өсірілген ағаштарды аман-есен сақтау. Ай басында мекемеден біздің қолымызға жұмыс кестесі беріледі. Онда аптасында 5 күн жұмыс, 8 сағаттан 2 күн демаламыз. Біздің пайдаланатын көлігіміз жеке меншік жеңіл көліктер. Сол бойымен орманды жағалап келіп, орман іштерін жаяу аралаймыз. Ондағы күнделік болып жатқан өзгерістерді бізде күнделік дәптеріміз бар, сол күнделік дәптерге түсіреміз. Жаз айларында, көктемде, күз айларында қала тұрғындары ормандарға келіп демалады. Сол кезде біз ол кісілерге түсініктеме жұмыстарын жасаймыз. Ағашты сындырмау, кеспеу, от қаупінен байқау. Ал енді осы өсіп отқан ағаштардың Астанаға әкелер пайдасы мынау желден, қыстыгүні қардан, онымен қоса қазір автокөлік көп, одан шыққан газды мынау ағаштар өзіне сіңіріп алып ауа тазарады. Осындай ағаштардың қалаға тигізетін пайдасы көп. Уақыт өте келе, сар дала төсінде бой көтерген қала жайлы микроклимат құрайтын жасыл орманның ортасында қалды. Біз қала шетіне жиі шығып тұрамыз. Бұл жерде шаңғымен серуендегенді жанымыз сүйеді. Маған коньки тепкен ұнайды. Біз алғаш Астанаға келгенімізде мына ағаштар жоқ еді. Ал енді олардың қаншалықты өскенін қараңыздаршы. Біз жасыл қаланы жақтаймыз. Астананың маңайында орман алқабы жайқалып тұр. Олар еліміздің тынысы. 20 шақырымдық белесебет жолы. Адамдар демалатын орын, мағыз халықтың игілігі.
Жасыл белдеу біздің ұрпағымызға қалдыратын ұлы мұрамыз болмақ. Астананың жасыл белдеуі. Таяу уақытта 1 миллион ағаш отырғызылса, олардың 60 мыңнан астамы 2018 жылға дейін қаланың маңайына егіледі. Астананың жасыл белдеулері қалыптаса бастайды. Бегімбет ата мен немересі Әдия жасыл қаланы қолдайды. Және әрбір адамды осынау ортақ байлығымызды сақтауға шақырады. Цевис компаниясы. Астана. 2017 жыл.